Ассалаумағалейкум ағайын. Армысыздар, аманбысыздар. Менің мына мал сату каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ана қоңырауды басып қойыңыздар. Комментарий жазып қойыңыздар. Осы ауыл шаруашылығын дамыту мақсатында түсіріп отырған видео. Комментарий жазып отырыңыздар. Өз ой пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Бізге ол өте маңызды. Мынау жатқан бұзау, мына қара қасқа бұзау. Әкесі ангус, асыл тұқымды, тазаған. Шешесі ақбас, асыл тұқымды, ақбас. Содан осындай бұзау түседі екен міне. Бұқа ангус, сиыр ақбас, қазақи ақбас. Ұрғашы бұзау міне, қара қасқа болып туды. Енді көреміз енді, шамамен енді 1,5-2 айлық бұзау. Январда туған, бірінші айларда. Бұлай жақсы жағдайы бәрі. Далада жатыр, туғаннан далада жатыр. 3-4 күн ғана қорада тұрды. Міне, сиырдың бір 4-ші ме 5-ші бұзауы. Енді күзде түсірем ғой тағы да. Енді ангус, енді әрбір өзі тұқымның, әрбір породаның өз артықшылығы бар, кемшілігі бар. Сол енді ангус енді өздеріңіз білесіздер. Барлығы айтады ғой, дүние жүзінде мал шаруашылығында, ірі қара мал шаруашылығында номер 1 дейді ғой. Сол енді бір бұқа әкеп қосып көргенбіз. Осындай бұзау алдық міне. Содан кейін енді шыбығы қирап, анау мұнау. Содан кейін біраз жарамай қалды да, одан кейін міне өзіміздің ақбастар туды міне. Екі ақбас бұзау бар. Бұлар енді жасы кішірек, бұлар енді жас туған. Сол енді. Қазір шешесін сүрем. Жаңағы бұзаудың. Шешесі міне мынау. Кішкентай сиыр деген. Аты солай өз, кішкентай деген сиыр. Себебі неде туған? Бұзаудай туып қалған бірінші. Бірде 3 айында ма солай туды. Аман есен туып бұзауын алып шықты. Содан тууды тоқтатқан жоқ осы. Жақсы сиыр. Бөтен бұзаулар дейміз бейт. Өз бұзауын өсіріп жеткізет. Өзі бір сондай бір өзі құтты да сүтті бір сиырлар болады ғой. Сондай бір сиыр болды. Соны осы биыл ангусқа қосып көргенбіз қандай бұзау болады деп. Сол қара қасқа туады екен. Мына ақбастардың қаны ақбасын бермейді екен де, бірақ түсін қарағып жүреді екен ангус. Сол енді ағайын. Пікірлеріңіз жазып отырыңыздар. Енді осы шешесінен ірі бола ма деп тұрмыз. Енді сиыр қылып алып қалам ба деп тұрмын. Күзде тағы бір түсірермін енді жаңағы бұзауды қалай болады екен. Сол. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Жақсылықпен кездесейік.